Баршаларыңызға сәлеметсіздер ме? Менің есімім Садық Ақжол. Бүгінгі тақырып 7-ші семинар, яғни қазақ халқының мәдениеті. Оның қазақ халқының мәдениетінде ең үлкен рөл атқаратын ол халық ауыз әдебиеті, яғни фольклор. Қазақ ауыз әдебиетінің талай ғасырлардың жемісі болып табылады. Қазіргі жырау, ертегі бәрі ұрпақтан ұрпаққа осы жолмен сақталып келген және осы күнге дейін жеткен болады. Мысалы, сол замандардағы ер төстік, ер тарғын секілді ертегілер өзі осы заманға дейін жетіп отыр. Жалпы қазақ халқының ауыз әдебиетінің ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, олар ауызша шығарылып және ауызша таралған, авторлары белгісіз және көп нұсқалы болып келеді. Тәрбиелік маңызы зор, әуенмен, ырғақпен, қайталанумен айтылатын болған. Және маңызына келетін болсақ, халықтың рухани дүниесін танытады, тарих, мәдениет туралы мәлімет береді. Әдеби тілдің көркем ойдың дамуына негіз болып келген. Осы қазақ ауыз әдебиетін Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы секілді ұлы тұлғалар зерттеп жазып, одан кейін Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин секілді тұлғалар фольклорларын жинаған болатын. Халық ауыз әдебиетін ұлттың рухани байлығы мен мәдени мұрасы болып табылады. Ол халықтың өнері мен ой санасын көрсететін көркем сөз өнері. Жалпы одан кейінгі осы қазақ халқында мәдениетінде аса күрделі мәселелердің бірі ол қазақ халқының жыраулары және жыраулардың мұрасы болып табылады. Жыраулар жалпы 15-18 ғасырларда қазақ өмірінің және ел тағдыры, ерлік, адамгершілік, өмір мен өлім арасында философияны толғайды. Жыраулар қазақ поэзиясының алғашқы өкілдері болып табылады. Елдің рухани көсемдері, ақылшысы, кеңесшісі болған. Жыраулар ел бірлігі мен тәуелсіздігі үшін және ерлік, батырлық, туған жерге, елге сүйіспеншілік секілді тақырыптарды қозғаған. Сол замандардағы жыраулар айта кетсем және олардың нақыл сөздерімен қоса айтам. Яғни бірінші ол Асан Қайғы. Асан Қайғы ол оның нақыл сөздерімен толғауларына ел шетіне жау келсе, ер қаруы, бес қаруы. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады, таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады деген толғаулар айтқан екен. Одан кейін Ақтанберді жырау, яғни Сарыұлы, ол жауға шаптым ту байлап, шепті бұздым айғайлап, ер жігіттің ісі бітер, бір Аллаға сыймаймы. Күлдір кісінеп, күрең мінер мекенбіз. Одан кейінгі ол Бұқар жырауды айтсақ болады. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Одан кейінгі Доспанбет жырау, арғымаққа міндім деп, артқы топтан адаспа. Жиенбет жыраудың айтып кеткен ой толғаулары, еңсегей бойлы ер есім сені есірткен, есіркей мені көрерсің деген қазақ сахнасында қалдырып кеткен олардың ой толғаулары бар. Жалпы осы қазақ халқының жырауларының маңызы ол қазақ философиясының және саяси поэзиясының негізін қалап берген болатын. Тарихи дерек көзі ретінде қалған болатын. Жалпы жыраулар халықтың рухани ұстазы, елдік сананың қалыптасуына жол ашқан адамдардың болып табылады. Жалпы олардың мұрасы, қазақ халқының мұрасы тәуелсіздік пен болашағын жолындағы мәңгі өшпес ізі болып табылады. Үшінші айтып кететін тақырып ол киіз үй және оның құрылысы мен жабдықтары. Жалпы киіз үй қазақ халқының ертеден келе жатқан көшпелі тұрмысына байланысты тұрғын үйі. Ол жазда салқын, қыста жылы, тез жиналып, тез құрастырылатын болған. Жолға алып шығып жүруге ыңғайлы болғандықтан қазақ өмірінде үлкен маңызға ие. Яғни қазақ халқы көшпенді өмір салтын ұстанғандықтан осы киіз үй қазақ халқы үшін таптырмас үй болып табылады. Жалпы киіз үйдің
негізгі төрт бөлігі ол уық, шаңырақ, кереге және босаға. Жалпы шаңырақ ол киіз үйдің күмбез тәрізді төбесі болып табылады. Кереге киіз үйдің қабырғасы. Ал уық осы шаңырақ пен керегені байланыстырушы киіз үйдің маңызы зор бөлшегі болып табылады. Одан кейінгі ол босаға, және босаға ол үйдің кіреберіс бөлігі болып табылады. Жалпы осы киіз үйдің бөліктері немесе киіз үй туралы қазақта көптеген нақыл сөздер, ой толғаулар бар. Мысалға, шаңырағың биік, кереген кең болсын. Босаға берік болса, шаңырақ шайқалмас. Кереге үйдің кеңдігі, шаңырақ үйдің теңдігі. Шаңырағы құлағанның үміті үзілген. Киіз үй қазақтың жан әлемі. Босағаңнан бақыт кетпесін, шаңырағыңнан шаттық кетпесін. Үй ішінен ырыс шықса, босағаң босайды. Шаңырақ көтеру ұлттың ұйтқысы. Деген секілді қазақтың нақыл сөздері бар. Одан кейінгі киіз үйдің жабдықтарына келетін болсақ, яғни киіз үйдің киіз жабдықтары, ол туырлық, керегені жабатын киіз, түндік, шаңырақты жабатын киіз болып табылады. Дөдіге жел кірмеу үшін төменнен жағынан ұсталынатын киіз болып табылады. Одан кейін қазақ халқының ырымдары мен тыйымдары. Қазақ халқы ерте заманнан бері тұрмыс тіршілігінде, салт дәстүрінде ырым тыйымға мән берген. Ырымдар мен тыйымдар халықтың өмірлік тәжірибесінен, табиғат пен қоғам заңдылығынан бақылаудан туған тәлім тәрбие мен мәні зор ұғымдар. Яғни жеке-жеке тоқталатын болсақ, ырым жақсы ниетпен белгілі бір істің сәтті болуына сеніп жасалынатын әрекет немесе сөз. Яғни осыған мысал келтіретін болсам, ол ырымдар қатарына жататын. Олар шаңырақ көтеру өте маңызды наным сенім ырым болып табылады, және ол шаңырақ көтерудің мағынасы жаңа өмірдің, жаңа ұрпақтың басталуы болып табылады. Отау тігу ұрпақтың жалғасуы, елдің өсіп өнуі. Босағаға арқан байлау, үйге тыныштық тілеп, жамандықтан сақтау. Отқа май тамызу қасиеттілік пен жылу тілеу. Шаңыраққа уық шаншу ұлттың тұтастығын білдіреді. Одан кейін тыйымдар олар жамандық алдын алу, адамдардың тәртіпке, әдебиетке баулу үшін айтылатын ережелер мен ескертулер. Осы тыйымдарға мысал келтіретін болсам, босағаға сүйенуге болмайды, себебі босаға әлсірейді, үйдің иесі азаяды. Отты баспау керек, қасиетті киелі саналады. Үйді айналып жүгірме, берекесі қашады. Шаңырақты жерге түсірме, әулеттің соры. Керегенің сыртынан сөйлеспе, келіспеушілік болады. Босағаға теппе, жамандық шақырады. Есікті керісінше ашпа, ырысың қашады. Үй ішінде ысқырма, шайтан шақырады. Осылайша қазақ халқының мәдениеті кең, өте бай болып табылады. Қазақ халқының мәдениеті ол бүгінгі таңға қалдырылған ежелден келе жатқан біздің байлығымыз. Бұл біз үшін өте маңызды рөл ойнайды. Яғни бұл біздің орасан зор маңызға ие тарихымыз болып табылады. Ал кімде-кім өзінің тарихын білмесе, болашағын болжау қиын.